Всем сәлем. Бүгін біз бірден екі тақырып өтетін боламыз, себебі екі тақырыпты үлкен емес, қуат және пайдалы әсер коэффициенті. Және осы тақырыпқа құмырсқаның қандай қатысы бар екенін бірге білетін боламыз. Қуаттан бастайық. Қуат дегеніміз ол жұмыстың орындалу тездігін сипаттайтын шама. Яғни анық болу үшін оның формуласы осында. Және мысалы жылдамдықты алып көрейік. Жылдамдық ол біз білетіндей ол жүрілген жол бөлінген уақыт. Яғни жылдамдықты сипаттайтын болсақ, ол осы жол қаншалықты тез жүрілгенін айтады. Мына жерде бізде қуат дәл сондай қызмет атқарады. Яғни осы жасалған жұмыс қаншалықты тез істелгенін сипаттайды. Осылай біздің жұмысымыздың және қуатымыздың арасындағы осындай байланыс бар екен. Және көріп тұрғанымыздай, қуат n тең болады a бөлінген t. Осы a, n, t әріптерін біз қосқанда ант деген сөз шығады екен. Және ағылшыннан ол құмырсқа деп аударылады. Негізі осы құмырсқа туралы ойлағанда біз өте көп жұмыс істейді және осы жұмысты тез істейді деп айтамыз. Яғни өте қуатты жәндік. Сол себепті осындай ассоциациямен осы формуланы өте оңай жаттауға болады. Яғни құмырсқа ағылшынша ант және әріптері дәл келетіндей n, a және t. Енді ары қарай осы формуласын түрлендірсек, бізде n тең болады a бөлінген t және a дегеніміз бізде ол жұмыс. Жұмыс ол біз білеміз, ана жолғы сабақта өттік. Жұмыс ол бізде f көбейтілген s, яғни күш көбейтілген орын ауыстыру. Және осы s бөлінген t бізге осы v-ны береді. Яғни бізде n тең болады at, a бөлінген t тең болады f. Енді осы сұрақтарды қолданып, ары қарай тақырыпты ашайық. Қуаттың өлшем бірлігі. Қуаттың, яғни құмырсқаның. Құмырсқа бізде ағылшынша ант. Осы әріптерді қолданып, біз формула шығарамыз. Яғни n тең болады a бөлінген t. Осы a ол бізде жұмыс. Жұмыс біз білетіндей джоульмен өлшенеді. Сонда джоуль, ал уақыт бізде секундпен өлшенеді. Сонда қуаттың өлшем бірлігі джоуль бөлінген секунд. Осы джоуль бөлінген секунд бізге ваттқа тең болады. Не осы жерде көрсетілгендей. Және келесі, соңғы әр секунд сайын v көлеміндегі суды h биіктікке көтеруі тиіс. Сорғының қуаты. Яғни мына жерде бізде тағы бір формула шығарамыз қазір қуатқа байланысты. Және жақшада судың тығыздығы Q деп қойыпты. Q емес ро, біз мұны ро деп айтамыз. Осы ро бізде өте маңызды рөл атқарады. Родың формуласын еске түсіріп көрейік. Яғни роның формуласы ол жүрек. Ол қалай десеңіздер, мына жерде осындай ро тең жүрек десек, және осылай сызық істесек, бізде осындай формула шығады. Яғни ро тең масса бөлінген көлем. Дәл осы жүрекке ұқсайды, Тағы бір рет көрсетейін. Осындай жүректі біз ортасынан бөлсек, міне мұнда үстінде масса шығады, ал астында v шығады. Енді осыны қолданып көрейік. Бізде ро тең v бөлінген, m бөлінген v, осы жерден біз массаны шығарамыз. Масса тең ро көбейтілген v. Біз массаны не үшін таптық? Біздің формуламыз бойынша n тең a бөлінген t. Және осы a-ның өлшем бірлігі джоуль. Тағыда қандай біз өткен нәрсенің өлшем бірлігі джоуль? Әрине энергияның. Яғни бізде осындай формула бар. A тең dE
және олардың өлшем бірлігі бірдей. Сондықтан біз осылай жаза аламыз. Яғни қуат бізде тек қана жұмыстың ғана емес, энергияның да қаншалықты тез болғанын сипаттайтын шама болып келеді. Так, енді энергия бізде mgh бөлінген Т болып шығады. Енді осы формуланы қолданамыз және осы жердегі m-ді қолданамыз. Жай ғана осы формулаға m-нің орнында біз не шығардық, соны жазайық. 3h бөлінген Т. Осындай формула шықты. Енді тағы бір рет берілген оқиық. Соңғы әр секунд сайын. Яғни соңғы секунд деген ол енді бізде 1 секунд болады. Сондықтан бізде мына жердегі Т 1-ге тең болып кетеді. Бізде дұрыс жауап осы А болады. Ρ H G. Келесі тағы қуатқа байланысты есептер. Тарту күші 6 килоньютон трактор жер жыртқанда 1,5 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Трактордың қуаты. Енді қайтадан формуланы еске түсірейік. Так, бізге қуатты тап деп тұр. Қуат бізде ассоциация құмырсқа. Құмырсқа ол ағылшынша ant. Осыдан шығады N тең A бөлінген Т. Бірақ бізде мұнда күш және жылдамдық. Оны біз жаңа ғана осылай шығардық, иә? Осы бөлініп кетеді, бізде күш көбейтілген жылдамдық болады. Яғни мына жерде біз 6000-ды 1,5-ға көбейтеміз. 6000-ды 1,5-ға көбейтсек, бізде мұнда 9 ватт шығады. Келесі қуаты 3 киловаттқа тең қозғалтқыш 5 секунд ішіндегі атқарған жұмысы. Яғни мына жерде дәл осы формуланы қолданып шығамыз. Алайда енді бізде жұмысты сұрап тұр. Жұмысты табу үшін оны жалғыз қалдыру керек. Яғни осы Т мына жерде бөлініп тұрма, ол өзіне қарама-қарсы жаққа көбейтіліп барады. Сонда бізде А тең N көбейтілген Т шығады. Қуат бізде 3000 және Т бізде 5 секунд. Онда бізде 15.000 джоуль шығады. Келесі тақырыбымыз пайдалы әсер коэффициенті, яғни ол дегеніміз, ол пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын айтамыз. Яғни осы формулада көрсетілгендей. Бірақ пайдалы жұмыс, толық жұмыс деген қалай? Оған мысал келтірсек, біз бір кітап оқыдық дейік. Кітап оқыдық, ана жерде бізге мысалы тайм-менеджментпен байланысты бір 5 лайфхак айтады, 5 кеңес айтады. Бірақ біз оның тек қана 3-ін қолданып, нәтиже көрдік. Яғни 3-еуі ғана бізге пайдалы болды. Бірақ толық берілген лайфхак 5 болды, өзімізге пайдалы 3-еу болды. Осындай сияқты қарапайым логикамен де осы жұмыс істейді. Яғни мына жерде бізде АП пайдалы, АТ толық және осылай жеке-жеке олардың да неге тең екені берілген. Бізде пайдалы MGH және толық FL болады. Неге именно солай? Неге осындай формула? Неге керісінше емес деп сұрасақ, мына жерде бізде қандай да бір жұмыс, қандай да бір күштің әсерінен пайда болады, иә? Және мына жерде осы F, ол бізде толық F, яғни толық қолданылған күш. Бізге осы күштің 100% мысалы керек емес болатын жағдайлар болады. Ал мына жерде осы F-ті ол толық деп алып тұр осы формула. Сондықтан мынау бізде F толық болған соң, L толық болған соң, осы жұмысымызда толық болады. Сондықтан дәл осы формулаларды осылай қолданамыз. Енді осы стратегияны қайтадан пайдаланып,
сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыпты ашайық. Яғни пайдалы әсер коэффициенті бірден үлкен бе, кіші ме, оған тең бе? Енді мына жерге жазып қойдым. Шынайы жағдайда кез келген механизмде үйкеліс күші, ауа кедергісі немесе жылу шығыны болады. Сондықтан пайдалы жұмыс әрқашан толық жұмыстан аз болады. Енді мен жаңа ғана айтқан мысалым ғой, мысалы бізде 5 лайфхак болса, оның 3-еуі ғана бізге пайдалы болады дегендей. Біз бір кітапты оқыдық, оның 70% ғана бізге пайдалы болды дегендей. Бірақ осы толық 100% болды ғой дегендей. Осы лайфхак 5-еу болды ғой, бірақ пайдалысы бізде 3-еу болды. Сондықтан бізде пайдалы жұмыс әрқашан толық жұмыстан азырақ болады. Және біздің формуламыз бойынша бізде n тең болады а пайдалы бөлінген а толық. Енді біз осы а пайдалы кішірек болады деп жатырмыз, ал толық үлкендірек болады деп жатырмыз. Енді сен кез келген кішкентай санды кез келген одан үлкен санға бөлсең, міндетті түрде сенде 0,1 деген сан шығады. Сондықтан мына жерде бізде n бірден кішкентай болады. Ал осындай кезде мысалы n бірге тең болған кез, ол дегеніміз 100% деген сөз. Егер де енді осындай нәрсе мүлдем өмірде жоқ нәрсе. Себебі ол болса, ол бізде андай вечный двигатель дейміз ғой, ол сондай болушы еді. Ал біздің энергия сақталу заңға ол мүлдем сәйкес келмейді. Келесі осындай визуализацияға оңай болатындай осындай сурет алып келдім. Яғни біздің есебіміз үйкелісті ескерген жағдайда күлбе жазықтықпен көтерілетін жүктің массасы артқанда оның пәкі. Яғни мына есепте масса қандай рөл атқарады екенін қазір бірге анықтайық. Енді мына жерде алдымен суретте бүкіл күштерді белгілеп тастайық. Бізде мына жерде дене осындай бірінші позициядан, мысалы осыны ұзартсақ, визуально бір ұзартсақ, осы дене осылай алдыға кетіп бара жатыр да, ол мысалы мына жерде болуы мүмкін. Мына жерге келеді. Яғни күш бізде солға қарай тартып жатыр. Оған керісінше бізде міндетті түрде міне үйкелісті ескере отырып деп тұр. Яғни бізде F үйкеліс бар. F мю бар. Енді тағы да қандай күш бар? Әрине міндетті түрде бізде mg бар. Мен кішкене қисық салып қойдым, қазір түзелеп салайын. Міндетті түрде осы нүктеден бізде осылай mg түседі. Енді бізге оңай болу үшін осы mg-ді векторлерге бөліп тастайық. Және бізде мына жерде реакция күші болады. Оны осылай созамыз да, оған қарама қарсы бізде mgy шығады. Енді осы mgy-ға перпендикуляр түсетіндей мына жерде тағы бір линия сызсақ, ол бізде mgx болып шығады. Бұл бізде mgx, бұл бізде mgy, бұл бізде mg-нің өзі. Және мына жер бізде перпендикуляр болып түсіп тұр, яғни mg деген біздің гипотенузамыз. Так, енді осы пәктің формуласын еске түсірейік қайтадан. Так, n-ден бізде а пайдалы бөлінген а толық көбейтілген 100%. Енді бізде мына жерде а пайдалы қандай, а толық қандай екенін табайық. А пайдалы бізде mgh болып табылады, ал аты бізде fl. Енді бізде сұрақ осы f-та болып тұр, себебі мына жерде күштер көп болып тұр. Және олар бәрі күштер көп болып тұр дей салайық, Мына жерде екі күш бір-біріне керісінше барып тұр. Енді осыдан толық күшті табайық. Осы жерде осы векторлардың направленияларымен жұмыс істесек, mg бізде астыға төмен, себебі ол ауырлық күші.
my бізге n-ға кері болып тұр, қарама қарсы бағытта болып тұр. Оның бағыты осылай. Енді осы mgx-тің бағыты бізде осылай болады. Яғни оң жаққа қарай. Енді осыны дұрыстап салсам, осылай болып тұр ғой. Мына бізде mg болып тұр. Мына бізде mgy. Және бізде mgy қосылған mgx бізде mg шығу керек. Сондықтан осындай векторлардың қосындысын қолдана отырып, оны ескере отырып, mgx-тің направлениясы осындай болады. Себебі бұл векторлер. Себебі біз mgy-ті mgx-қа векторлық тәсілмен қосқанда бізде mg шығу керек. mg-дің өзі шығу керек. Енді ары қарай енді осы үшбұрыштен синус деген нәрсені табайық. Және бізде альфа бұрыш мына жерде болып тұр, яғни мына суретімізде ол бізде мына жерде болып тұр. Сонда бізде синус альфа. Синус дегеніміз не еді? Қарсы жатқан бөлінген гипотенузаға. Біз оны си қар ге деген ережемен білеміз. Яғни синус қарсы жатқан гипотенузаға. Си қар ге. Яғни бізде қарсы жатқан ол mgx болып тұр, ал гипотенуза mg болып тұр. Және косинус дәл солай тапсақ, косинус бізде қос rk болып тұр, іргелес жатқан гипотенузаға. mgy бөлінген mg. Енді біз осыны түсініп алдық, оны өшірсем болады. Және енді осы mgx дегеніміз, сонда бізде ол mg көбейтілген синус. Ал mgy дегеніміз, ол mg көбейтілген косинус. Енді мына жерде бізде көріп тұрғанымыздай mgy, мына жердегі mgy бізде n-ға қарама қарсы болып тұр. Яғни олардың модульдері бойынша олар тең болады. Сонда бізде n реакция күші mg косинус альфаға тең болып кетеді екен. Енді mgx-ке дұрыстап қарайық. mgx-тің бағыты бізде оң жаққа болып тұр. Және дәл сондай бағытта бізде мына жердегі үйкеліс күші болып тұр. Олар бағыттас. Сонда бұл жердегі f ол mgx қосылған f mu. Ал mgy бізге енді денеге ешқандай күшіне жатқан жоқ, ешқандай әсер етпейді, себебі ол n мен теңесіп кетті. Сондықтан біз осы x бойындағы күштерді ғана ескерсек болады. Себебі олар бір-біріне қарама қарсы емес, яғни бір-бірін жойып жатқан жоқ. Енді бізде ары қарай осы формуладан өтетін болсақ, осы формуланы жалғастырайық. mgx дегеніміз ол бізде mg синус альфа, mg синус альфа қосылған f mu, яғни үйкеліс күші дегеніміз ол mu n. Ал n бізде мына жерде mg косинус альфаға тең болып тұр. Сонда бізде f тең болады mg синус альфа қосылған mu, және осыны жазамыз mg косинус альфа. Бұл бізде толық күш болып табылады екен. Себебі мына жерде бізде енді біз бүкіл қандай күштер бар, соның бәрімен жұмыс істедік. Бұл күш бізге толық жұмысты беруші еді.
Енді біздің формуламызға қайтадан оралайық, иә. Қуат тең болады А пайдалы бөлінген А толық. А пайдалы бізде жаңағы айтып кеткен МГH. А толық дегеніміз бізде енді мына жерде көріп тұрмыз. Екі жерде де бірдей М болып тұр. Сонда біз оны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Және G болып тұр, бірдей. MG. Сонда мына жерде синус альфа қосылған мю косинус альфа. Енді ұқсастарын қысқартып жібереміз. Қайтадан есепке оралайық. Үйкелісті ескерген жағдайда көлбеу жазықтықпен көтерілетін жүктің массасы артқанда оның пәгі. Мына жерде осындай n емес, енді неге мен шатасып отырмын, мына жерде осындай n, пәк. Осындай n бізде қуат және қуат P деп та белгіленеді, себебі P деген сөз ол ондай power деген сөзден алынған. Сондықтан қуат P деп та белгіленеді екен, және n деп белгіленеді. Ал осындай n, яғни осындай это, ол бізде пайдалы әрекет коэффициенті болады. Сонда біздің сұрағымыз бізде осы массаны арттырғанда пәк қалай өзгереді деген сұрақ болып тұр. Мына жерде бізде масса мүлдем жойылып кетті. Бір-бірімен қысқарып кетті. Яғни масса қалай өзгерсе де, ол пәкқа ешқалай әсер етпейді осы жағдайда, үйкелісті ескерген жағдайда ешқалай әсер етпейді деген. Сонда біздің дұрыс жауабымыз осы А өзгермейді. Енді біз осы екі тақырыпты да дұрыстап теориясымен бірге, есептермен бірге аштық. Сондықтан осындай үй жұмысын беремін екі тақырыпқа да. Мынау бізде қуат тақырыбының есептері және осы ол пәктің есептері. Құрметті оқушылар, осы видео сабақ ұнаса лайк басып кетіңіздер, және кез келген көмек, сұрақ болып жатса, немесе осы үй жұмысының жауаптары керек болып жатса, комментарийға жазыңыздар. Сау болыңыздар.